Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Химия пәнінен онлайн сабағын ұсынып отырған Павлодар қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәні мұғалімі Ибраева Бұрынтай Жұмажанқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақты Степан Шипачевтың «Читая Менделеева» поэмасының үзіндісінен бастағым келіп отыр. Другого ничего в природе нет. Ни здесь, ни там, в космических глубинах, все от песчинок малых до планет из элементов состоит единый. Бұл табиғатта барлығы жер бетінде де, ғарышта да, ұсақ құмнан планетаға дейін тұрады тек элементтерден. 7-ші сыныпта химиялық элемент және химиялық қосылыс ұғымдарымен танысқасыңдар. Есімізге алайық. Химиялық элемент дегеніміз не? Химиялық қосылыстар неден тұрады? Дұрыс. Химиялық элемент ядро заряды бірдей болатын атомдар тобы. Химиялық қосылыстар элементтер атомдарынан тұрады. Адам ағзасы химиялық элементтерден құрылуы мүмкін бе? Әрине, өйткені адам табиғаттың бір бөлігі. Ал осы элементтердің қайсысы адамның ағзасында кездеседі? Және олар ағзада қалай алмасады? Осы сұрақтарға біз бүгін сабақта жауап береміз. Сабақтың тақырыбы: химиялық қосылыстар мен адам ағзасы. Тыныс алу. Осы сабақта біз мынандай оқу мақсаттарын қарастырамыз. Адам ағзасындағы көптеген элементтерді ажырата білу, тыныс алу химиясын түсіну. Осы оқу мақсаттарына жету үшін біз алдымызға мынандай мақсаттар қоямыз. Химиялық элемент ұғымын қайталаймыз. Ақпараттық парақты меңгере отыра, қосымша тапсырмаларды орындау арқылы элементтердің адам ағзасындағы таралуын түсіну. Тәжірибелер жасаймыз. Тәжірибе талқылап отырып, оның нәтижесінде тыныс алу процесінде адамның ағзасында қандай реакциялар жүреді? Соны қарастырамыз. Тотығу процестерін жану, коррозияны тыныс алумен салыстырамыз. Сабақтың соңында күтілетін нәтижелер: адамның ағзасындағы көптеген элементтерді ажырата білу, тыныс алу химиясын түсіну, немесе тыныс алу кезінде оттек шығындалып, көмірқышқыл газы бөлінетіндігін білу. Тыныс алу кезінде оттек ағзадағы қоректі заттарды ыдыратуға жұмсалатынын білу, және жану мен коррозияны тыныс алу үрдісімен салыстырып, оның ұқсастығы мен айырмашылығын таба білу. Берілген темір, натрий карбонаты, кальций, су, тұз қышқылы, көміртек, көміртек диоксиді, сутек, фосфор, күкірт қышқылы, азот, магний оксиді, оттек және натрий гидроксиді. Берілген элементтер мен қосылыстарды жіктеу керек. Ол үшін тақтаға әсет пен асайын шығады. Сонымен элементтер мен қосылыстарды жіктей қойыңдар. Әсет элементтерді, ал асайын қосылыстарды. Атап отырыңдар элементтер мен қосылыстарыңды. Жақсы. Магний оксиді, қосылып, азот, көміртек диоксиді, оттек, су, фосфор, көміртек, кальций, натрий карбонаты, Тұз қышқылы қосылыс. Жақсы.
Жақсы. Енді Әсет, Асайынның қосылыстардың ішінде сенің элементің қалып қалған жоқ па? Көміртек. Жақсы. Рахмет. Элементтердің ішінде металдар бар ма? Элементтер бар. Қандай элемент металл болып келеді? Темір, Және? фосфор. Жоқ, фосфор ол бейметалл, кальций металл. Жақсы. Рахмет. Сонымен элементтерге жататын темір, кальций, көміртек, сутек, азот, фосфор және оттек. Осы элементтер адамның ағзасына кіреді ме екен? Осы сұраққа жауап беру үшін келесі тапсырманы орындаймыз. Берілген ақпарат қағазы және мәтін осылармен қолдана отыра газесіндерге кестені толтыру керек болады және келесі сұрақтарға жауап беріп, сөйлемдер жиынтығын құрастыру керек. Адам ағзасындағы макроэлементтерге жататын элементтерді атаңдар. Келесі сөйлем жинағымен қолданып, адам ағзасы n пайызға көміртегінен тұрады. Осы элементтердің ағзасындағы мөлшерін көрсетіңдер. Бұл элементтер қандай қосылыстардың құрамына кіреді? Адамның ағзасындағы қажетті металдардың мөлшері келесі сөйлем жинағымен көрсетіңдер. Адамның ағзасында x килограмм Y элементі бар. Ересек адамның ағзасында қанша су болады? Жұмысқа 10 минут. Сонымен тексеру барысында дұрыс берілген жауаптарды белгілеп отырыңыздар. Элементтердің атаулары қазақ және ағылшын тілінде менің соңымнан қайталаймыз. Оттек, O, оксиген, көміртек, С, карбон, сутек, H, хайдроген, азот, N, нитроген, кальций, кальциум, фосфор, фосфорус, калий, потасиум, күкірт, С, сульфур, хлор, хлорайн, натрий, содиум, магний, магнезиум, темір, айрон, мырыш, зинк, йод, йодайн, селен, селениум, фтор, флюорайн. Сонымен осы элементтердің ішінде адам ағзасына кіретін элементтердің қайсы макроэлементтер болады екенін тексереміз. Оттек, оксиген, O, фосфор, фосфорус, P, сутек, хайдроген, H, көміртек, карбон, С, кальций, кальциум, азот, нитроген, N. Осы элементтер қандай заттардың құрамына кіреді? Көміртек, сутек, оттек атомдарынан глюкоза, ақуыз, майлар тұрады. Ақуыздың құрамында осы элементтерден басқа азот кіруі мүмкін, күкірт, фосфор атомдары. Сүйектің тістің құрамына кальций, көміртек, оттек, фосфор, фтор атомдары кіреді. Натрий және хлор жасуша аралық, ал калий және магний жасуша ішіндегі сүйектерде кездеседі. Натрий және калий фторид түрінде сүйек және тіс ұлпаларында, ал магний фосфат түрінде тістің қатты ұлпаларында болады. Келесі сұрақты тексереміз. Осы элементтердің үлесі қандай екен? Адам ағзасы 65%-ға оттектен тұрады. Адам ағзасы 18,5%-ға көміртектен тұрады. Адамның ағзасына 9,5% сутек кіреді. Адам ағзасы
3,2% азоттан тұрады. Адам ағзасы 1,5% кальцийден тұрады. Және адам ағзасы 1% фосфордан тұрады. Адам ағзасындағы элементтер тек қана осы 6 элементтермен шектеледі ме екен? Әрине жоқ. Адам ағзасына 60-тан астам элемент кіреді. Оның ішінде маңыздысы 29 элемент шамасында. Бұл элементтердің ішінде тірі ағзаға қажетті тіршілік металдар деп аталатын металдар да кездеседі. Шамамен 70 кг адам ағзасында тіршілік металдардың мөлшері. Адам ағзасында 1700 грамм кальций бар. Қалай ойлайсыңдар? Неліктен кальций соншама көп? Егер қарап көрсек, оның мөлшері 2 килограммға жуық. Әрине, кальций жоғарыда айтып кеткендей, сүйектің және тістің құрамына кіреді. Сондықтан оның мөлшері сонша көп болып келеді. Адам ағзасында 250 грамм натрий бар. Адам ағзасын натриймен қамтамасыз ететін қандай зат? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, ол ас тұзы. Бірақ ас тұзы ол күнделікті атауы. Химия тілінде дұрыс атасақ, тұздың атауы қалай болады? Дұрыс, натрий хлориді. Адам ағзасында 42 грамм магний бар. Адам ағзасында 5 грамм темір бар. Темір иондары қанның құрамына кіреді. Егер де оның мөлшері 5 граммнан аз болса, адамның гемоглобині төмен болады. Немесе анемия деген ауру туы мүмкін. Жаңағы қарастырған элементтер және терминдермен қолдана отыра жұпта жұмыс орындаймыз. Бірінші нұсқада отырған оқушылар екінші жұпта нұсқада отырған оқушыларға 5 сұрақ қояды. Содан кейін керісінше. Тапсырманы орындаған уақытта өздерінің бағалау парақтарына қаншама сұраққа жауап бергендеріңді белгілеп отыруға ұмытпаңдар. Сонымен орындап болдыңдар ма? Ендеше орындарынан тұрамыз. Кірпімен бірге қара жорға биін билейміз. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келе ме? Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейді, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңіздер сүйіне, басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне. Қосын барлық делебе, қан тарасын денеге. Қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар. Қош жүректің шаттығын, дәл солай тойлаңдар. Келе бермес ыңғайға, дәл сондай күн қайда. Ойнаңыздар жамағат, билеңіздер мұндайда. Жалдар жүрсі шаттанып, жанарынан от жанып, бейбелесін майданда, кемпіріне мақтанып, кемпір жүрсін кеңкілдеп, ақ жаулығы желкілдеп, шалдарына көз қысып, бейбелесін селкілдеп. Біраз демалдыңдар ма? Ендеше сабағымызды жалғастырамыз. Адам ағзасы массасының 99% макроэлементтерден тұрады. Олар биологиялық белсенді қосылыстардың құрамына кіреді. Жоғары айтқандай, көміртек, оттек, сутек атомдарынан глюкоза, ақуыз, майлар тұрады. Олармен адам ағзасын қамтамасыз ететін сүт, ет тағамдары, жеміс жидектер. Сүйектің құрамына кальций, көміртек, оттек, фосфор атомдары кіреді. Қоректі заттарды пайдалану барлық организмдегі тән қасиет. Осы органикалық қосылыстар адам ағзасындағы энергияның қоры болып келеді.
Сонымен, адам ағзасындағы қосылыстар тыныс алу кезінде қандай өзгеріске ұшырайды екен? Осыны тәжірибе арқылы қарастырып көреміз. Тәжірибеді орындаудың алдында қауіпсіздік техникасының ережелерін есімізге алайық. Әк суы күйдіргіш қасиеті бар зат. Сондықтан онымен жұмыс істеген кезде қорғаныш көздікті киюге ұмытпау керек. Және әк суына үрлеген кезде абай болыңдар. Ақырын үрлейміз, әк суы жан-жаққа шашырамау керек. Адам ағзасындағы заттардың құрамында көміртек атомдары бар екенін дәлелдеу үшін біз осындай тәжірибе жасаймыз. Алдымен тәжірибенің алдында техника қауіпсіздігін сақтау керек. Ол үшін біз көзілдірік тігеміз. Әк суының күйдіргіш қасиеті бар. Сондықтан көзілдірік адамның көзін әк суының күйдіргінен сақтайды. Ол дәлелдеу үшін біз түтікше арқылы әк суына үрлейміз. Үрлеу кезінде оны ақырын шашыратпай үрлеу керек. Әк суы неге лайланды? Әк суының лайлану себебі сен тыныс алу кезінде оттегін сіңіріп көмірқышқыл газын бөлесің. Көмірқышқыл газы сенің ағзаңдағы оттекпен әрекеттескен заттардан пайда болады. Мысалға глюкозаны алайық. Глюкоза қосылған оттек пайда болады. Көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы, су және де жылу. Жақсы, көмірқышқыл газын басқаша қалай атаймыз? Көмірқышқыл газы басқалай көміртек диоксиді деп аталады. Рахмет. Қане көрсете қойыңдаршы тағы бір рет әк суларыңды. Әк суы лайланды, яғни ол кальций карбонаты пайда болды. Рахмет. Сонымен глюкоза оттекпен тотыққанда көміртек диоксиді, су және энергия бөлініп шыққан көрдік. Көміртек диоксиді күнделікте көмірқышқыл газы деп атаймыз. Ал енді глюкоза оттекпен тотыққанда су түзілетінін келесі тәжірибе арқылы қарастырамыз. Қазір біз осындай тәжірибе жасаймыз. Біз арнайы 2 сағат шынысын аламыз. Үрлейміз. Сенде не пайда болды? Менде шыны терледі. Менде де су булары пайда болды. Су қайдан пайда болды? Өйткені адам ағзасындағы қажетті заттар оттекпен тотығып, көміртек диоксидімен қатар су мен жылу бөлінді. Яғни шынының үстінде су конденсацияланды. Сонымен глюкоза оттекпен тотыққан кезде энергия бөлінеді. Энергия жылу ретінде бөлініп шығатынын сендер көрдіңдер. Адам тыныс алғанда ауаға қанша көмірқышқыл газы бөлініп шығады екен? Оны анықтау үшін көмірқышқыл газы датчигі мен G-Rex арқылы тәжірибе жасап көрейік. Нұрлыбек пен Димұхамед тақтаға шыға қойыңдар. Ыдыстың ішіндегі көмірқышқыл газының молекулаларын датчик арқылы анықтаймыз. Димұхамед тұрақталған кезде санын бізге айта ғой. Тұрақталды 80.000 аралығында. 8.000 аралығында. 8.000 аралығында. Жақсы. Енді Нұрлыбек үрлеп көр ыдысқа. Молекулалар саны көбейіп бара жатыр. Қазір 18-20 мың аралығында. 23 мың, 24, 26, 28. Немесе нені көріп тұрмыз? Молекулалар саны көбейіп бара жатыр. Күл тез көбейіп бара жатыр. Неге көбейіп бара жатыр екен? Өйткені адам тыныс алып, оны дем шығарғаннан кейін көмірқышқыл газын шығарады. Жақсы, рахмет. Сонымен келесі сұраққа жауап бере қойыңдар. Неліктен үлкен үзіліс кезінде кезекшілер терезені ашып, оқу бөлмелерін өтпелі желдетеді? Әрқайсы өзі ойланады. Енді жұппен ақылдасамыз.
Әрине, жаңа тәжірибе арқылы біз көрдік, ыдысқа үрлеген кезде ыдыстың ішіндегі көмірқышқыл газының молекула саны көбейе бастады. Ал сыныпта болса, 20-дан астам оқушы бір сабақта отырады. Сондықтан 6-шы сабақтың аяғына қарай бөлмедегі көмірқышқыл газының молекула саны артады. Ол адамның жұмыс істеу қабілетіне өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан ауаны тазарту үшін бөлмені өтпелі жерде ету керек. Оттек қатысатын тағы қандай реакцияларды білесіңдер? Дұрыс. Тотығу реакциялары ол жану реакциясы және коррозия. Қазір жұмысты топпен орындаймыз. Ол үшін карточкаларыңды алып, топтарға бөлініңдер. Оттек топшасы қатардың бірінші партасына отырады. Сутек топшасы бірінші қатардың екінші партасына, көміртек топшасы екінші қатардың бірінші партасына және кальций топшасы бірінші қатардың екінші қатардың үшінші партасына отырады. Және мынандай тапсырманы орындаймыз. Оттек және сутек топтары тыныс алу үрдісін жанумен салыстырады, немесе ұқсастығын, айырмашылығын табады. Көміртек және кальций тобы тыныс алуды коррозиямен салыстырып, оның ұқсастығы мен айырмашылығын табады. Жұмысқа 5 минут. Сонымен коррозия тыныс алудың ұқсастығы мен айырмашылығын Вен диаграммасына салып көрейік. Екеуі де тотығу процесіне жатады, немесе реакцияға оттек қатысады. Энергия жылу ретінде бөлінеді. Айырмашылығы: тыныс алу процесі барысында тек қана оксидтер түзіледі, көміртек диоксиді және су. Коррозия барысында гидроксид түзіледі және оттектен басқа реакцияға су қатысады. Реакция өте баяу жүреді. Тыныс алу мен жану процестерін салыстырсақ, олардың ұқсастығы: екеуі де тотығу реакциясына жатады, немесе реакцияға оттек қатысады. Оксидтер түзіледі, энергия жылу ретінде бөлінеді. Айырмашылығы: тыныс алу, көміртек диоксиді және су түзіледі. Жану барысында әртүрлі оксидтер, мысалы фосфор жанса фосфор оксиді, магний жанатын болса магний оксиді, көмір жанатын болса көміртек диоксиді. Энергия жарық ретінде бөлінеді және жану реакциясы өте тез жүреді. Берілген терминдерді қазақша атаңыздар. Тексерген кезде бірінші нұсқада отырғандар оқушылар ағылшынша атайды, екінші нұсқадағы қазақша атайды. Оксид, оксид, глюкоз, глюкоза, карбон диоксид, көміртек диоксиді, water, су, energy, энергия, oxygen, оттек, hydrogen, сутек, карбон, көміртек, oxidation, тотығу, corrosion, коррозия, нитроген, азот. Ауаға көмірқышқыл газын тірі ағзалар бөліп шығарады. Және көміртек диоксиді ауаға мұнай, көмір, табиғи газ жанған кезде бөлініп шығады. Сондықтан ауадағы көміртек диоксиді көп мөлшерде бөлініп шығатынын білеміз. Неліктен ауадағы көмірқышқыл газының үлесі 0,100% шамасында сақталып қалады. Осы сұраққа әрқайсысы өзінен ойланып көреді жарты минут.
Енді көршілермен бөлісіп көріңдер. Оттек, сутек, көміртек және кальций топтары. Өздерінің жауаптарыңды ортаға салып, талқылап көріңдер. Сонымен қай топ жауап береді? Дұрыс. Ауадағы көмірқышқыл газы фотосинтез барысында оттекке айналады. Сондықтан табиғаттағы жасыл өсімдіктерді қорғауымыз керекпіз, және олардың санын арттыруымыз қажет. Келесі орындайтынымыз қалыптасушы бағалау тапсырмасы. Бұл тапсырмада қарастырылатын екі оқу мақсаты: адам ағзасындағы көптеген элементтерді ажырата білу, тыныс алу химиясын түсіну. Қарастыратын дағдылар: білу және түсіну. Тапсырманы орындағаннан кейін оқушы мақсатына жетеді егер кем дегенде 5 негізгі элемент атайды, тыныс алғанда түзілетін өнімдерді біледі. Оқушы талпынады егер аталған негізгі элементтер саны 5-тен кем болса, тыныс алғанда түзілетін өнімдер толық көрсетілмесе. Тапсырманы орындаймыз. Сонымен тексереміз. Қалыптасушы бағалауға арналған тапсырмаларды алмасамыз, қолдарыңа қарындаштарды алып, егер де жауап дұрыс болса, плюс белгісін қоямыз, жауап дұрыс болмаса, минус белгісін қоямыз. Адам ағзасындағы негізгі макроэлементтер: көміртек, карбон, темір, айрон, оттек, оксиген, сутек, хайдрожен, кальций, кальциум, фосфор, фосфорус. Сонымен 6 элемент болу керек. Адам ағзасында көректі заттардың құрамына сутек атомдары барын қалай дәлелдеуге болады? Адам ағзасындағы сутек атомдары барын тәжірибе арқылы дәлелдеуге болады. Шыныға, айнаға немесе сағат шынысына үрлеген кезде шыны терлейді, немесе су булары пайда болады. Адам тыныс алғанда көмірқышқыл газы немесе көміртек диоксиді бөлінеді. Оны дәлелдеу үшін сапалық реакцияны жүргізуге болады. Әк суы көмірқышқыл газының әсерінен лайланады. Сабақтың басынан бастап бағалау парақтарына белгілеген мақсатқа жеткенмен қолдана отыра, қазір біз сендермен мақсатқа жеттік пе жеткен жоқпыз ба, соны тексереміз. Күтілетін нәтиже: егер де мен осы сұрақ бойынша толық барын меңгерсем, плюс белгісін қойып отырам. Адам ағзасындағы көптеген элементтерді ажырата білу, тыныс алу химиясын түсіну. Немесе тыныс алу кезінде оттек шығындалады, көмірқышқыл газы бөлінеді. Тыныс алу кезінде оттек ағзадағы көректік заттарды ыдыратуға жұмсалады. Сол кезде энергия жылу ретінде бөлініп шығады. Жану мен коррозияны тыныс алу үрдісімен салыстыра алады. Жану мен тыныс алудың ұқсастығы екеуі де тотығу реакциясына жатады. Жану және тыныс алу барысында оксидтер түзіледі және жылу бөлініп шығады. Тыныс алу кезінде оксидтер көміртек диоксиді және су болып табылады. Жану барысында оксидтер әртүрлі болуы мүмкін. Коррозия мен тыныс алудың салыстырғанда айырмашылығы: коррозия оттектен басқа суды қажет етеді. Коррозия реакциясы өте баяу жүреді. Және коррозия барысында
гидроксид түзіледі. Тыныс алу барысында көміртек диоксиді және су түзіледі. Ұқсастығын тоқтасақ, екеуі де тотығу реакциясын жатады, немесе оттекті қажет етеді. Және коррозия және тыныс алу барысында жылу бөлініп шығады. Сонымен рефлексия жасайық. Егер де мақсатқа 80% жететін болсаңдар, өздерінің стикерлеріңді жоғарыдағы ұшаққа ілуге болады. Егер де 80%-дан төмен болса, әлі талпынып жатқанын белгісі. Сондықтан екінші ұшаққа ілесіңдер. Егер де жауаптарың 50%-дан төмен болса, онда әлі жұмыс ету керек. Қосымша сабаққа барып, осы сұрақтар бойынша дайындалу керек. Стикерлерге өздерінің аттарыңды жазып, іле қойыңыздар. Үй тапсырмасы. Адам ағзасындағы элементтердің таңбалары мен атауларын қайталаңдар. Тыныс алу химиясын түсіндіре білу, тыныс алу жану коррозиясының ұқсастығы мен айырмашылықтарын қайталау. Өздерінің қалауларың бойынша келесі ақпаратты дайындап келуге болады. Өсімдіктердің ауаны тазартудағы рөлі, металдардың адам ағзасындағы рөлі. Пайдаланған ресурстар.